кешегі Қайраттың ойыннан көргенім. Енді кім Қайраттың жетістігі керемет. Мен оған қуанып отырмын. Футболды жақсы көрмесем де көрдім. Бірақ ол қалай мына жерге үлкен жарнамалап алып, букмекер конторасын телеарнадан жарнамалауға болады. Телеарнадан жүргізушілер неше рет айтты, ойбай бізді букмекерлер қолдайды деп. Ол енді білмеймін, енді болмайды ол да. Ал бізге ауыл шаруашылығы өнімін жасайтын, балдан түпкі өнім жасаймын. Балдан таза шарап. Бұны жарнамалауға болмайды. Жүзімнен таза шарап жасайды. Жүзімнен, алмадан жасаймыз. Ол ауыл шаруашылығы өнімін түпкі өнім жасаймыз ғой. Біз ауыл шаруашылығы өнімін, ауыл шаруашылығын қолдаймыз. Бізді ешқалай жарнамалауға болмайды. Бізге бір Инстаграмға ешқайда жарнамалауға болмайды. Ал букмекерлерді телеарнадан бүкіл миллиондап қазақ балалар қарап отыр ғой, балалар қарап отыр. Кішкентай балалар, 5 жасар, 10 жасар балалардың бәрі қарап отыр. Ойбай букмекерді, олар ойлайды ғой, мә мынау мықты қандай компания екен, футбол жарнамалап жүр, барып көрейінші деп көреді ғой есігін ашып. Жолда көшелерде бәрі жер жарнамасы тұр олардың. Неге бізге ауыл шаруашылығының өнімін, түпкі өнімін жасайтындарға жарнамалауға болмайды? Көрші Өзбекстанда болады жарнамалауға. Көрші елдерде сіз отандық өндіруші жарнамалайсыз. Қазақстанда ғана ол болмайды. Біз ауыл шаруашылығымен айналысамыз ғой, ауыл шаруашылығын былай айтқан кезде.